Іздеу жүйесінен Айшымкент KZ порталын тауып, өз ЖСН номеріңізді теріп, электрондық цифрлық қолтаңбаңызды енгізу арқылы порталға кіресіздер. Порталға кіргеннен соң қалалық қызметтер мен сервистер модулін таңдайсыз. Білім санатына кіріп, бағдарламалау және робототехника курстарын таңдайсыз. Әрі қарай 2 қадамнан тұратын сауалнама деректерін толтырасыз. Екінші қадамға өткен соң, курс түрін және оқыту тілін таңдап, 100 сөзден аспайтын эссе жазып, жеке куәлігіңізді жүктеп, өтініш қалдырасыз.